достар, бүгін сіздермен өте жұқа, жұмсақ әрі дәмді құймақ дайындаймыз. Дайындалуы оңай, нәтижесі керемет, таңғы асқа да, шайға да тапсырмас рецепт. Ыдысқа жұмыртқаны жарып, тұз бен қантты қосамыз. Көпіртпей венчикпен немесе шанышқымен біркелкі болғанша араластырамыз. Ингредиенттер тізімін описанияға қалдырдым. Жұмыртқа қоспасына шамамен 200 мл сүт құйып араластырамыз. Енді еленген ұнды қосамыз. Қою қаймақ сияқты қоюлыққа келгенше жақсылап араластырамыз. Бізде осындай масса шығады. Қалған сүтті құйып, қайтадан араластырамыз. Қамыр сұйық әрі оңай құйылатын болу керек. Егер қамырға жарты немесе 1 стакан қайнаған су қоссаңыз, құймақ жұқа, жұмсақ әрі өрнекті болып шығады. Енді өсімдік майын құйып, араластырып, қамырды 10-15 минутқа тынықтырамыз. Қызған табаға қамырды жұқалап құйып пісіреміз. Шеттері кебе бастап сәл қызарғанда жұқа қабақшамен аударыңыз. Екінші жағын да аздап қызартып пісіріңіз. Дайын құймақты тәрелкеге салып, еріген сары маймен майлаймыз. Міне жұқа, жұмсақ әрі дәмді құймақтар дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз, ас болсын.